Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Так, бүгін сіздермен кезекті уәде етілген тақырыбымыз жою тәсілімен жұмыс жасаймыз толығымен. Так, менің дауысым естіліп экран көрініп тұрса, плюс қоя салыңыздар міндетті түрде. Жақсы, жалпы жою тәсіліне байланысты тапсырмалар олимпиадалық есептерде, тест жұмыстарында міндетті түрде кездеседі. Сондықтан бұл тақырыппен біз тікелей жұмыс жасап, қазір мен сіздерге түсіндіремін. Алдыңғы сабақтардағыдай бір-екі есепті мен үй жұмысына қалдырамын. Өздеріңіз жасап көресіздер, бірақ негізінен келетін тапсырмаларды тікелей толығымен қарастырып шығатын боламын. Егер дайын болсаңыздар, бастайық. Жалпы жою тәсілі туралы есептердің бірнеше форматын мен қазір көрсетемін сіздерге. Біріншісі, біз жою тәсіліне байланысты, яғни екі айнымалысы бар белгісіз шамаларды шығару үшін біз бірнеше тәсілді қолдануға болады. Мысалы, қазір мен сіздерге түсіндірейін деп отырғаным, ол бізде арифметикалық тәсілмен. Ал оны теңдеулер жүйесін құрып та шығаруға болады. Қазір мүмкіндік болса мен бірнеше тәсілмен ортақ қарастырып көрсетемін. Өзіңізге қайсысы оңайырақ болады, сол тәсілмен шығарсаңыз болғаны. Ешқандай шектеу жоқ. Мына тәсілмен міндетті шығар, немесе мынамен шығаруға болмайды деген бізде шектеу жоқ. Сондықтан өзіңізге қайсысы оңай, қайсысын жақсы түсіндіңіз, сол тәсілмен шығарсаңыз жеткілікті. Жаңадан қосылып жатқан әріптестер болса, менің аты-жөнім Нұрланбек Табысұлы, математикалық олимпиада және логика бойынша мұғалімдерді және оқушыларды дайындаймын. Осы 3 айлық математикалық олимпиада логика бойынша курстың оқытушысымын, яғни жүргізушісімін, осы модератор ретінде. Жақсы, әріптестер, көп сөзді доғарайын, әрі қарай нақты іске көшейік. Так, 2 кітап пен 3 пеналдың бағасы 4200 теңге. 2 кітап пен 6 пеналдың бағасы 6000 теңге тұрады. Әр пенал қанша теңге тұрады және дәптер қанша теңге тұрады. Бізге кітап пен пеналдың бағасын табу керек. Жақсы, мен бірінші тәсіл арифметикалық тәсілмен көрейін. Қараңыздар, біз арифметикалық тәсілмен қалай шығарамыз? Кітап дегенді мен К деп алайын. Так, пенал дегенді жай ғана басап деп П деп ала берейін. Так, 2 кітап дегенді мен 2К, ал 3 пенал деген 3П деп алайын. Қосындысы бізде 4200 теңге. Ары қарай 2 кітап және қанша? 6 пенал, 6 пеналдың бағасы менде 6000 теңге. Мына жерде бізде бірден қойып қойды, қазір. Менде 6000 теңге. Енді қараңыздар, бізге табу керек, бұл жерде пеналдың бағасы қанша және кітаптың бағасы қанша. Бұл жерде біз жою тәсілін қолданамыз. Қалай қолданамыз, қазір қарастырып көрейік. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, мен қазір арифметикалық тәсілмен көрсетемін сіздерге. Одан кейін теңдеулер жүйесін қалай құру керек екенін, оны да көрсетіп өтемін міндетті түрде. Енді қараңыздар, бұл жерде бірінші оқушыға мынадай сұрақ қойыңызға, немесе өзіңізге, неге баға әртүрлі болды? Неге біреуінде 4200, немесе екіншісінде неге 6000 теңге? Енді оқушы не деп жауап береді? Бірден айтады, екеуінде де кітап бірдей, бірақ мына жақта пенал бізде артық. Және қаншаға артық? 3 пеналға артық. Яғни мен қалай жасаймын? Мынаны мен бірінші өрнек деп алатын болсам, мынау менде екінші өрнек болсын, жай ғана өрнек деп жатырмын. Мынау екінші өрнектен мен жай ғана бірінші өрнекті азайта саламын. Яғни менде екі кітапты азайтатын болсам, міне 0 қалады. 6 пеналдан 3 пеналды азайтып тастаймын, жай ғана баған бойынша. Не болады жерде? 3 пеналдың өзі қалады. Яғни менде қандай сұраққа жауап берейін деп жатырмын? Мынау неге 6000 теңге болып кетті деген сұраққа. Яғни мынау менде 3 пеналдың бағасы артық болған. Мен сіздерге бұлай толығымен жазайын, асықпайық. Қараңыздар, мен 6 пеналдан азайтамын 3 пеналды. Мына екінші өрнектегі пеналдан 2 кітап пен 2 кітапты азайтсақ 0 болып қалды. Енді мен 6000 теңгеден азайтамын 4200 теңгені. Түсініп отырсыздар ғой? Мына жақта менде 3 пенал болады, ал теңдіктің оң жағында менде нешеге тең болады? 1800-ге тең болады. Солай ғой, 1800 теңге. Так, 5000-6000-ге. Онда бізде мына жерде бір пеналды табу үшін біз қалай жасаймыз? Мына 1800-ді жай ғана 3-ке бөліп тастаймыз, өйткені 3 пеналдың бағасы 1800 болып тұр. Онда бір пенал бізде қанша теңге болады? 600 теңге болады. Болды.
бір пенал менде 600 теңге. Енді маған бір дәптер табу керек. Мен пеналды тауып алдым сұрақ бойынша. Егер маған дәптердің бағасы қанша деген сұрақ болатын болса, онда мен орнына қойып есептеймін. Оны қалай есептейміз, қазір қарайық. Қараңыздар, бір пеналдың бағасы 600 теңге болды, иә? Онда мен мына жерге қарайық. Мына бірінші өрнекке апарып, 3 пенал қанша теңге тұрады, қарастырып көрейік. Бір пеналымыз бізде 600 теңге болса, 3 пенал менде 1800 теңге тұрады, дұрыс па? Онда мына екі кітаптың бағасын табуға болады ғой. Онда менде екі кітаптың бағасы тең болады. Қалай жасаймыз? Мына 4200-ден, жалпы бағадан 4200 теңгеден мен 1800 теңгені алып тастаймын. 1800 теңгені алатын болсам, жақта екі кітаптың бағасы тең болады. Жерде жай ғана азайта саламын. Қарайық, 4200-ден 1800 азайтамын. Жай ғана бағам бойынша 0, 0, 12-ден 8 азайтамын менде. 4 қалады, 3-ден 1 азайтамын, 2400, иә? Дұрыс азайттық қой, иә? Мына жақта міне 0, 12-ден 8 азайтамыз, 4-тің өзі дұрыс. Так, мына жерде болады 2400. Яғни менде екі пеналдың бағасы, менде 2400 екен, кітаптың бағасы. Онда бізде бір кітаптың бағасы қаншаға дейін болады? 2400-ді жай ғана 2-ге бөліп тастаймыз, иә? Сонда 1200 теңгеге тең болады. Яғни бір кітап менде 1200 теңге, ал бір пенал 600 теңге. Енді тексере салу қатты бір қиындық жоқ. Қараңыздар, әріптестер, мен тексеруді мен көрсете салайын. Тексерген кезде жай ғана орнына қоямыз. Міне, екі кітап. Бір кітаптың бағасы менде 1200 теңге, онда екі кітаптың бағасы 2-ге көбейтемін 1200-ді. Жерде 1200-ді көбейтемін 2-ге тең болады 2400 теңге. Ары қарай. Үш пеналдың бағасын көрейік. Бір пеналдың бағасы бізде 600, онда біз 600-ді көбейтеміз 3-ге. Қанша болады менде? Мына жақта 1800, иә? Онда мынау 2400-ге қосамын 1800-ді. Жай ғана қосамын. Жақта бізде 12 бір ойда, 4200 не шығып тұр. Бірінші өрнек орындалды. Енді екінші өрнекті қарайық. Екі кітаптың бағасын жаңа ғана айттық, біз 2400 болады. Так, 6 пеналдың бағасы 3600 болады, иә? Ал екеуін қосатын болса, менде 6000 шығады ғой. Бұл есеп шығып тұр. Яғни біз қазір есептің шарты бойынша өрнекті жазып алдық, сосын жою тәсілін қолдандық. Яғни бізде неге екеуінде баға әртүрлі деген сұраққа жауап беру арқылы. Әріптестер, түсінікті ма? Егер теңдеу құрғыларыңыз келсе, тура осы сияқты. Мен қалай жасаймын? Теңдеу құру үшін мен мына жаққа көрсете салайын теңдеуді. Так, бір кітап x болатын болса, онда 2x қосылған 3y пенал y деп болады. Мына 4200-ге. Ал екі кітап 2x қосылған 6 пенал 6y тең болды 6000. Болды, теңдеулер жүйесі осы. Ары қарай теңдеулер жүйесін шығарудың тәсілі, жою тәсілімен тура осымен ұқсас шешу тәсілі. Бірақ бұл жерде пенал мен кітап деп жазбадық, x, y деп алдық. Яғни x пен y-тің бағасы әрқайсысы жеке-жеке кітап пен пеналдың бағасына тең. Әріптестер, түсінікті ма? Жақсы. Сұрақтарыңыз жоқ болса, мен келесі тапсырмаға өтемін. Жақсы. Кеттік онда келесі. Біз жеке-жеке тауып алдық. Так, келесі осыған ұқсас тапсырма. Бірақ шешу барысында кішкентай айырмашылық болуы мүмкін. Көрейік. Так, 4 калькулятор және 5 степлер 7800 теңге тұрады. Осында 2 калькулятор және 2 степлер 3600 теңге тұрады. Әр степлер мен әр калькулятордың бағасы қандай? Жеке-жеке табу керек бізге. Көрейік, қалай есептейміз. Енді менің мына жерде экран кішкентай дұрыс көрінбей тұрған болуы мүмкін. Главное, мына слайд көрініп тұрса болды сіздерге. Менде камерада кішкентай проблема, соған байланысты осылай көрініп тұр. Жақсы, есептің шартын жазайын. 4 калькулятор, 4К деп алайын, қосылған 5 степлер, 5 С деп аламын, тең болады 7800 теңгеге. Ары қарай бізде осында 2 калькулятор, 2 степлер тең болады 3600 теңге. Так, бізге табу керек енді калькулятор қанша, степлер қанша. Енді қарасаңыздар, бағана бірінші өрнекте бізде кем деген екі айнымалының біреуінің коэффициенті бірдей болды, иә? Яғни 4 калькулятор десе екіншісінде 4 болуы мүмкін. Ал бұл жерде әртүрлі.
Бұл жағдайда қалай жасаймыз? Тағы да мен мынаны былай жасап аламын. Мына бірінші өрнек болсын, мына менде екінші өрнек болсын, иә. Мұны қалай есептеймін? Мысалы, мен қазір бұл өрнекті бағана жою тәсіліне алып келу үшін жай ғана мына тәсілді қолданамын. Мысалы, мен магазинге барып, қандай да бір тауарды сатып алатын болсам, мысалы, тауардың санын мен қанша есеге арттырамын, и оның бағасы да сонша есеге артады, егер қандай да бір санға байланысты скидка болмаса, жеңілдік болмаса, иә. Сол сияқты мен қазір мынау өрнекті жалпы табақ таразыға байланысты есептер шығарған кезде естеріңізде бар ғой? Табақ таразыға байланысты есептер шығарған кезде табақ таразының екі жағынан бірдей затты алып тастауға болады, немесе бірдей затты қосуға болады. Бірақ есептің шарты бойынша тепе-теңдік өзгермейтіндей жағдайда. Онда біз қалай жасаймыз? Мына жерде мен нені жойғым келіп жатыр? Мен мынау калькуляторды жойғым келіп жатыр. Ал оны қалай жоямын? Яғни мен екеуінде де 4 калькулятор болатындай қалай есептеймін? Ол үшін мынау екінші өрнекті жай ғана мен 2 есеге арттырайын. Барлық мынау тұрған өрнекті көрдіңіздер ғой, мына тұрған өрнек. Мен жай ғана 2-ге көбейтемін. Барлығын. Яғни теңдіктің екі жағында 2-ге көбейтемін. Сонда менде 2 калькуляторды 2-ге көбейтемін, менде 4 калькулятор болады. Так, мен мынаны сәл астына қарай жазайын, иә. Так, 4 калькулятор болады. Қосылған 2 степлерді 2-ге көбейтсем, менде 4 степлер болады. 3600-ді 2-ге көбейтсем, менде 7200 теңге болады. Яғни менде мынау 4 калькулятор мен 4 степлер менде 7200 теңге, ал 4 калькулятор мен 5 степлер менде неге тең? 7800-ге тең. Мына мен үшінші өрнек болсын. Мен жай ғана нумерация жасап жатырмын, байқасаңыздар. Енді біз қалай жасаймыз? Енді біз 1-мен және 3-пен жұмыс жасаймыз. Себебі мына жерде 4 калькулятор, мұнда да 4 калькулятор, мынада 5 степлер, мұнда 4 степлер. Ал мына бірінші өрнектің бағасы 7800, мынаның бағасы 7200. Енді бағанағы сұрақты қоясыз. Неге мынау бірінші өрнектің мәні мен үшінші өрнектің мәні әртүрлі? Неге бірдей емес деген сұраққа жауап береміз қазір. Оны қалай есептейміз? Қазір қарайық енді. Жақсы. Мен қалай жасаймын? Онда мен мына жақта екеуінде де 4 калькулятор бар. Және мынада 5 степлер, мынада 4 степлер. Онда не үшін тең емес екенін түсінікті ғой? Степлердің саны әртүрлі, иә? Онда мен қалай жасаймын? Мына бірінші өрнектен жай ғана үшінші өрнекті азайтып тастаймын. Азайту деген жай ғана баған бойынша ғой. Астына қоямыз да екі өрнекті. 4 степлер, 4 калькулятордан 4 калькуляторды азайтамыз, мына жерде 0 қалады. Жоқ. 5 степлерден 4 степлерді азайтамыз. Мен жазайын, жерінбей. 5 степлер азайтылған 4 степлер. Енді мен мәндерін азайтамын. Мынау мәні 7800, ал екіншісінде 7200. Яғни менде мынаны азайтатын болсам, мынадан менде 1 степлер қалады. Ал 7800-ден 7200 азайтсам, менде 600 теңге. Яғни мына жерден бірден шығады. Бір степлердің бағасы 600 теңге. Түсініп отырсыздар ғой? Бір степлер 600 теңге. Ары қарай кеттік. Енді мен бір степлер тауып алдым. Енді маған калькулятордың бағасы керек. Оны қалай есептеймін? Оны жай ғана мен өрнекке апарып қойсам болады. Мынау екінші өрнекке апарып қойса, маған оңайырақ. Себебі екінші өрнекте қалай айтты? 2 калькулятор қосылған 2 степлер тең болады 3600 теңге. Енді соның орнына апарып қоя салайын. Онда бір степлердің бағасы 600 теңге болатын болса, онда 2 степлердің бағасы қанша болады? 600-ді 2-ге көбейтеміз, иә? 600 көбейтілген 2 1200. Онда менде 2 калькулятордың бағасы қанша екенін табуға болады ғой? Онда 2 калькулятордың бағасы мынау жалпы бағадан 3600-ден азайтамын 1200-ді. Онда 2 калькулятор тең болады. 3600-ден 1200-ді азайтамын. Қанша болады? 2000. Так, мына жақта 0 болады, 0 болады. Так, 6-дан 2-ні азайтамын. 4 болады, 3-тен 1 азайтамын. 2400. Онда бір калькулятордың бағасын табу үшін 2400-ді жаған 2-ге бөлеміз, иә? Сонда болады 1200 теңге. Яғни менде бір калькулятор 1200 теңге. Ал бір степлер 600 теңге екенін осы жерден көруге болады. Енді біз тексеріп көре салайық, ерінбей. Мүмкін біз өтірік шығарып жатырмыз ба?
жоқ әлде қателесіп кеткен жоқпыз ба соны тексеру үшін. Қарайық. 4 степлер, 4 калькуляторды қарайық. Бір калькулятор менде 1200, ал 4 калькуляторымыз бізде 1200-ді 4-ке көбейтеміз, е? 1200 көбейтілген 4 тең болады 4800. Мынаның бағасы. Енді 5 степлер. Бір степлер менде 600 теңге, сондайдан 5-еу бар. Онда мынау менде болады 3000. Мына мен 3000-ға тең. Енді мен мына екеуін қосатын болсам, мына екеуін қосамын, сонда нешеге тең болады? 7800 шығып тұр. Яғни бірінші шарт орындалып тұр. Енді екінші шартты қарайық. 2 калькулятор. Мында. Бір калькулятор менде 1200 теңге, онда 2 калькулятор болса 2400 теңге болады, е? 2 степлер, біреуі бізде 600, екеуі 1200 болады. Онда 2400-ге 1200-ді қосамыз, 3600 шығып тұр. Болды. Есептің шарты бойынша теңдік орындалып тұр. Яғни менде есебім 100%-ке дұрыс, ешқандай қателік жоқ деген сөз. Яғни бұл жерде қандай тәсілді қолдандық? Біз бағана бірінші тапсырмада жою тәсілін бірден қолдандық, ал екінші есепте біз жою тәсіліне қолданатындай біз белгілі бір амал қолдандық алдымен. Қандай амал? Біз теңдіктің екі жағын бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, өрнектің мәні өзгермейді, тепе-теңдік өзгермейді. Сол себепті біз екінші өрнекті 2-ге көбейтіп алдық. Яғни мына жақта сатып алған тауардың санын 2 есеге арттырған кезде ақшамызды төлейтін құны да бізде 2 есеге артады. Сол принциптен пайдаландық біз. Түсіндіңіздер ме? Артистер, түсінікті болса плюс қойып жіберіңіздерші. Кері байланыс жасап, е? Жақсы. Егер түсінікті болса, кеттік онда. Келесі тапсырмаға өтейік. Сұрақтарыңыз жоқ болса. Артистер, қандай да бір өтініштеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Так, бұл тәбетташ жерді ғой бізде. 2 қарбыз бен 3 қауынның бағасы 4800 теңге. Қауынның бағасы 2 қарбыздың бағасына тең. Бір қарбыз қанша теңге тұрады? Бұл как раз күздің есебі осы. Жақсы, көрейік есептің шарты бойынша. Так, 2 қарбыз. Так, 3 қауын. Так, бұлай жасайын мен. Мына өрнекті сәл өзгертейін. Қарбыз дегенді мен з деп алайын, соңғы аяқталғандарына байланысты. Қауын дегенді мен н деп алайын. Сонда түсінікті болады. Так, 2 қарбыз. З болсын. 2 қарбыз және 3 қауын. 3 н деп алайын. Қосындысы менде 4800 теңге. Қауынның бағасы қарбыздың бағасы 2 қарбыздың бағасына тең. Яғни қауынның бағасы 2 қарбыздың бағасына тең. Яғни 2 еселенген қарбызға тең деген сөз. Шарт бойынша осы 2 теңдіктен пайдаланамыз. Маған не таппайды, 1 қарбыз қанша тұрады дейді. Қараңыздар, бұл жерде енді жою тәсілі дегенді қолдану қиындау. Біз орнына қою тәсілін қолданамыз. Себебі 2 қарбыздың бағасы менде 1 қауынға тең болып тұр, көрдіңіздер ме? Яғни мен мынаны орнына апарып қойсам болады ғой. Мына 2 қарбыздың орнына мен нені қоя аламын? 1 ғана қауынды қоя аламын. Яғни 1 қауынның бағасы тең болады 3 қауынның бағасы қосылған, тең болады 4800. Мына жерде бірден шығып тұр уже қауынның бағасы. Себебі есептің шартында қараңыздар. 1 қауынның бағасы 2 қарбыздың бағасына тең. Ал мына жақта 2 қарбыздың орнына мен 1 қауынды қоя аламын, значит. Так, онда мына жерден қандай? Мына екеуін қосатын болса, менде ол 4 қауын шығады. 4 қауынның бағасы менде 4800 теңге. Онда менде 1 қауын тең болады 1200-ге тең. Яғни менде 1 қауын 1200 теңгеге тең. Түсініп отырсыздар, е? 1200 теңге. Онда маған енді бұл жерде қауынды тап деп тұрған жоқ. Маған қарбызды тап деп жатыр. Ал қарбыздың бағасын табу үшін менде қауынның 1200 дегеніміз, онда есептің шарты бойынша 1 қауын тең болады 2 қарбызға тең. Дұрыс қой? Онда мен 1 қауынның орнына қояйын, ол бізде 1200, ол бізде 2 қарбызға тең. Онда менде 1 қарбыз дегеніміз 1200 2-ге өлшесаймыз ба? Сонда 600 теңге болады. 1 қарбыз 600 теңге. 1 қауын қанша теңге? 1 қауын менде 1200 теңге. Міне таптым. Енді мен орнына қойып көрейін. Яғни бұл есебім
шынымен солай шыға ма, жоқ әлде мен қазір өтірік есептеп жатырмын ба деген сұраққа жауап беру үшін көрейік қалай шығару керек екенін. Мынаны мен өшірейін. Қараңыздар, екі қарбыз. Бір қарбыз менде 600 теңге, онда екі қарбызымыз 1200 теңге. Үш қауын. Бір қауын менде 1200 теңге, ал үш қауын болса, ол 3600 болады, иә? 3600 теңге. Мына екеуін қосатын болса, менде 4800 шығып тұр. Яғни бірінші шарт орындалады. Енді есептің шартын қарайық. Қауынның бағасы екі қарбыздың бағасына тең. Қауынның бағасы менде ол 1200 теңге, ал бір қарбыздың бағасы 600, онда екі қарбыздың бағасы 1200. Теңдік орындалып тұр. Яғни есеп шықты. Болды. Біз есепті шығарып алдық. Ешқандай қателік жоқ деп ойлаймын. Әріптестер, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Келесі тапсырма үй жұмысы екен. 3А және 3Ә сыныптарында 78 оқушы оқиды. 3Ә және Б сыныптарында 80 оқушы. 3А және Б сыныптарында 82 оқушы оқиды. Әр сыныпта қанша баладан бар? Енді есептің шартын қарапайым түрде былай жасасаңыздар болады. А мен Әнің қосындысы менде 78. Мен осының алдындағы тақырыптарда бір рет мен сіздерге түсіндіргем. Осындай есептерді қалай шығаруға болатын. 80-ге тең. 3А мен 3 деген жазбай ақ қояйын. Мен сіздерге миларыңызды аштым, иә? А мен Б-ның қосындысы енді. А мен Б-ның қосындысы 82. Бізге табу керек енді А сыныбында қанша, Б сыныбында қанша және Ә сыныбында қанша, әрқайсысын табу керек жеке-жеке. Бұл үй жұмысы, әріптестер, шығарамыз, жауабын комментарий бөліміне қалдырамыз. Кеттік. Қосындысы 465-ке тең болады, 65 болатын тізбектес 5 санды табыңыз дейді. Тізбектес 5 сан. Тізбектес деген түсініп отырсыздар ғой? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14 деген сияқты сандар ғой. Былай істейік. Мысалы, А1 қосылған А2 қосылған А3 қосылған А4 қосылған А5. Бізде 465-ке тең. Тізбектес. Енді қараңыздар, бізде егер мына жақта қосылғыштардың саны тақ болатын болса, тақ дегеніміз жаңа 3 болса, 5 болса, 7 болса, сондай жағдай, мен жағына мына 465-ті 5-ке бөле салатын болсам, мына ортадағы сан шығады. Қазір мен көрсетейін сіздерге. 465 5-ке бөлетін болсақ, 5, 9, 45 болады. 45 азайтамын. 1, 5, 93 бола ма? 93. Енді біз мынау А1, мынау А2, мынау А3, А4, А5, осыған дейін тек қана. Менде А6 деген жоқ. Онда мынау 93 деген сан бізде, ол ортадағы сан. Түсініп отырсыздар ғой, онда біз оның алдындағы санды табу үшін 93-тен жай ғана бірді азайтамыз. Қанша қалады менде? 92. Енді біз 92-ден жай ғана бірді азайтамыз. 91. 91, 92, 93. Келесі саным менде 94, келесі саным 95. Яғни менде осы 4 сан. 91, 92, 93, 94. Тізбектес сандарымыз осы бізде. Төртеуінің қосындысы. Яғни тізбектес дейтін болса, ол бізде көршілес тұрған сандар ғой. Егер олардың қосындыларының, қосылғыштардың саны тақ болған жағдайда жай ғана 5-ке бөле салсаңыз болды. Соған қанша сан деді, соған байланысты бөліп тастайсыз. 3 десе 3-ке бөліп тастайсыз. Ал жоқ болған жағдайда сан басқаша. Соған бөлесіз, соған жақын болған сандарды қарастырасыз. Бірақ қосып көру керек. Мүмкін мына шығарғандарымыз қате шығар. Мысалы 91, 92, 93, 94, 95, жай ғана барлығын қосылып 1, 2, 3, 4, 5, 15 болады. 5 түсіп бір ойда. 5, 9, 45, 46. 465. Шығып тұр. Не? Қосылысы. Жақсы, әріптестер, бүгінгі сабағымыз осы сұраға дейін болсын. Бұл енді жою тәсілі маңызды тақырыптардың бірі, себебі бұл көп жағдайда есептеу сұраларында келеді, ұпай жоғарырақ болатындай. Сондықтан бұл тақырыпты білу өте маңызды, және бұл тақырыпты олимпиадаға дайындалып жүрген оқушыңызға үйрету міндетті түрде.
Сондықтан бүгінгі сабағымыз осыраға дейін болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сабақта кездескенше. Жаңадан қосылып жатқан әріптестер болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз және лайк баса салыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып, үй жұмысын жасауды ұмытпаңыздар. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий бөліміне қалдырыңыз, мен міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен бірге Нұрланбек Табысұлы, келесі сабақта кездескенше.